Сәлем достар, бүгін сіздерге меренге рулеттің рецептісін бөлісетін боламын. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Менің арнамда неше түрлі тәттілердің рецепттері бар. Ал енді меренге рулетті жасауды бастаймыз. Бізге ақуыз қажет болады. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып өтетін боламын. Осындай ақ көбік пайда болғанша миксерлейміз. Үстіне шым тұзымызды саламыз. Ары қарай миксерлейміз. Лимонный кислота салдым. Қантымызды біз бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бірнеше бөлікке салғаннан кейін жақсылап еруі қажет қантымыз. Ең соңында біз кукурузды крахмалымыз саламыз. Яғни жүгер крахмалын саламыз. Толтырып 2-3 ас қасықтан саламыз. Міне біздің меренгамыз дайын. Өз формасын жақсы ұстайды. Төңкергенде ағып кетпейді. Енді пергаментімізге орналастырып 180 градуста қызып тұрған пеште 1,5-2 сағаттың көлемінде пісіріп аласыздар. Енді кремін жасауға кірісеміз. Бізге сливки қажет болады. Сахарный пудра қажет болады және творожный сыр. Жүйені жақсылап араластырып, өз формасын ұстайтын крем жасап шығамыз. Міне біздің креміміз дайын. Біздің де меренгамыз пісіп шықты. Енді аударып, келесі бетіне кремін жағамыз. Кремнің үстіне мен малинадан, вареньядан жағып шықтым. Ал сіздер жидектер, кептірілген жидектер салуларыңызға болады. Өте дәмді болып шығады. Мен қолда бар затпен жасап шықтым. Енді осылай қолдың көмегімен орап шығамыз. Міне біздің рулетіміз дайын болды. Осылай әсемдеп шықтым. Әсемдеу жағы өз еріктеріңізде. 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, өте тамаша болып шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Достар, менің каналымда басқа да рулеттердің рецептісі бар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Қоңырауша белгісін басып, тіркеліп алсаңыздар, менен шыққан видеоларды көрулеріңізге болады. Міне пропитканы қажет етпейтін, бір жасағаннан шығатын рулеттің рецептісімен бөлісемін. Міне біздің меренге рулетіміз де дайын болды. 2-3 сағат тұрып, ас болсын. Сіздермен болған Айдана. Сау болыңыздар.